Құран біз әлі өлгендерге түскен кітап деп жүрміз, әлі. Бар ма сондайлар? Бар. Құран тек Құдай тамақта, біреудің өлігінде или мамаң туған күні есіне түскен кезде бірдеңеде папаң сондай кезде ғана оқылады. Жоқ, ондай емес. Алла Құран кәрім етеді. Біз Құранды тірі жүректерге ескерту ретінде түсіргенбіз дейді. Құран тірілерге түскен кітап, ағайындар. Құран тірілерге түскен насихатқа толы кітап. Бірақ өлі адамдарға сауабын бағыштасақ, жетеді деп біз үміт етеміз. Түсініп отырсыздар ғой? Кітап кімге түскен? Тірілерге. Алла Құранда айтады, біз бұл аманатты, дінді, Құранды тауларға беріп едік дейді. Бұл Құранды тауға берген кезімізде қорыққандығынан, көтере алмағандығынан таулар парша-парша болып кететін еді дейді. Бірақ біз адамзатқа бердік оны дейді. Біз мойнымызға көтеріп алдық сол жүкті, енді не істеп жүрміз? Оқымай жүрміз. Бір ұстазға сұрақ қояды. Енді үлкен кісілер құтылып кетеміз деп ойлап отырсыздар ғой, қазір сіздерге айтамын. Бір ұстазға сұрақ қояды. Үлкен кісі, қария кісі. Ұстаз, айналайын, біз мынау көзде не қылмай жатыр, тілде не қылмай жатыр, келмей жатыр дейді былайынан. Арабша оқи алмай жатырмыз. Сол әліптерде шығып кете береді. Есіміз бір кресло шығасыз, соны қалай оқымай қойсақ бола ма деп жатыр ғой, енді вариант іздеп жатыр да жаңа. Оқымай қойсақ болмай ма, соны деп обязательно оқу керек па деп. Сонда жаңағы ұстаздың дана жауабын қараңыз. Жақсы қария депті, или бір апаға айтты ма білмеймін ғой, өсек айтып жатқан кезде адамдардың атынан шатасып жатсаңыз, онда оқымай қоясаңыз сізде үзір бар деп айтты дейді. Өсек айтып жатқан кезде адамдардың аты тоқшын түсіп жатса, онда сізге міндетті Құранды бетіне қарап оқу деп айтқан екен. Күшті? Болды ғой. Пока Құдайға шүкір бізде ешкім қателесіп жатқан жоқ атауынан. Тіпті тиктокқа келіп айтып отыр. Ана деген деп, жаңа пәленше бар ғой деп. Бірақ Құран оқыған кезде не деп айтады? Менің тілім келмейді, миым істемейді дейді. Шайтан бізді болашақпен алдап келді осы уақытқа дейін. Үлкейгесін оқисың, балдарың ер жеткесін, иткесін, биткесін, пенсияға жеткесін деген сияқты. Пенсияға жетіп бүгін не болды? Баяғыда оқу керек еді деп отыр. Осылай тек шайтан бізді өмір бақи не істемейді деді, өкіндірумен өткізді ағайындар.